Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер ореховый пирог дайындайтын боламыз. Карамельді начинкасымен өте дәмді пирог. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды аламыз. Жұмсақ сары майымызға қант ұнтағын салып, және де оған жұмыртқамызды салып, бір келкі масса болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Миксер қолдансаңыздар да болады, мен сияқты қолмен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін разрыхительді қосып, және де сетадан өткізілген ұнымызды салып, жаймен араластырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ, өте нәзік. Қамырымызды одноразовый мешокқа орап, холодильникке 1 сағатқа салып алатын боламыз. Карамельді дайындау үшін асты қалың жабыспайтын ыдысқа осылай етіп қантымызды салып қоятын боламыз. Кейін формамызға пергамент қағазын төсейміз. Біздің қамырымыз дайын. 1 сағаттан соң қамырды осылай етіп илеп алып, сосын кішкене бөлігін осылай алып қалатын боламыз. Кейін бетін әрлеуге керек болады. Қамырымыздың үлкендеу бөлігін алып, қолымызбен жайып шығатын боламыз. Және де айналасына бортик жасауды да ұмытпаңыздар. Дәл осындай етіп жайып аламыз. Кейін карамелімізге ораламыз. Карамеліміз біздің жайлап еріп жатыр ақырындап. Сол кезде сливкиді қыздырып отқа қойып қоясыздар. Сливки бізде қызып тұру керек. Біздің қантымыз еріп жатыр. Осылай етіп толық ерігенге дейін силиконовый лопатканың көмегімен араластырып тұратын боламыз. Қантымыз толығымен еріген соң қайнап тұрған сливкимізді құйып, тез осылай етіп араластырып алатын боламыз. Осылай етіп араластырып аламыз. Ішіндегі барлық комочектары кеткен соң бөлме температурасындағы сары майымызды салатын боламыз. Оттан өшірмейміз. Майды салып, бір келкі масса болғаннан кейін ғана оттан өшіретін боламыз. Кейін уатылған грек жаңғағын салатын боламыз, яғни арахисімізді мен қолмен уатып алдым, оқтаудың көмегімен. Блендерді пайдалансаңыздар да болады. Осылай етіп араластырып аламыз. Кейін суытып қажеті жоқ, бірден біздің тестімізға салатын боламыз. Кейін начинкамызды тегістеп жайып шығатын боламыз.
бетін әрлеу мақсатында осылай етіп қалған қамырымызды жайып алып, және де кез келген форма бойынша кесіп алып, бетін әрлесеңіздер болады. Менде осындай жұлдыз болды. Сол жұлдыз формасын қолдану арқылы мен қамырымды әдемілеп кесіп алып, бетіне осылай етіп қойып шықтым. Кейін жұмыртқаның сары уысын алып, жұлдыздарға жағып шығамын. Себебі өте әдемі өң беріп тұрады жұмыртқаның сарысы. Сол себептен осылай етіп бетіне жағып шықтым. Кейін әрлеу мақсатында осылай етіп жұлдыздарымның ортасына мак себелеп шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға дайындап беріңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Соңына дейін назар салып қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Алдағы уақытта көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сол себептен каналға жазылуды ұмытпаңыздар.